Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Саядыл Керімбеков атындағы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 3-ші В сынып мұғалімі Исаева Кенжеш Көпбосынқызы. Бүгінгі біздің әдебиеттік сабағымыздың тақырыбы алғашқы ұстаз. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігіндегі сөйлемді табу. Бүгінгі сабағымызда екі бағалау критерийі беріліп отыр. Бірінші критерий тақырыпқа байланысты өз пікірлерін білдіреді. Дескриптор өлең мазмұнын ашады, өз пікірлерін білдіре алады. Екінші критерийіміз сурет арқылы өз тұжырымдарын айта алады. Дескриптор өз пікірлерін білдіріп, өмірмен байланыстырады. Алғашқы ұстаздың кім екенін білу үшін біз кел балалар оқулық өлеңін есімізге түсіруіміз керек. Оны жазған кім? Сөз жұмбақты дұрыс шешсек, сарғыш түсті торкөзден есімі шығады. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Кел балалар оқулық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Сиса көйлек үстіңде, қартайғанда малтайса. Ықыласпен балалар, оқысаңыз шырақ, сиса, тайса деген сөздерді жазғаннан кейін балалар ортасындағы сарғыш түсте Ыбырай Алтынсариннің есімі шықты балалар. Сонымен біздің алғашқы ұстазымыздың кім екенін білдік. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебін қалыптастыруда терең із қалдырған тұлға. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин өзінің мінез-құлқы жағынан қарапайым, әрі еңбек сүйгіш, көп оқыған, өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле түссем деп армандаған. Алған білімін халқының пайдасын асыруға талпынған дара тұлға. Ыбырай Алтынсаринге арнап қазақтың жазушысы Ғафу Қайырбеков алғашқы қоңырау деген өлеңін жазған екен. Ғафу Қайырбеков 1928 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Оның «Дала қоңырау» атты поэмасы бар. Онда да Ыбырай Алтынсариннің бейнесі сипатталған. Ал енді балалар, қазір сендермен алғашқы қоңырау өлеңмен танысамыз. Зейін қойып қане балалар, тыңдаймыз. Қағылды зор қоңырау күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді. Ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан аты жөні кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнау шыңын. Қалың ел қара қазан сар баланың, қашанғарын қамын ойлаушы кім. Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспандағы ұшты бүгін. Ыбырай, Ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасын, құшты қырын. Бұл мәтіндегі тірек сөз білім, қоңырау, Ыбырай екен балалар. Ал сөйлемдегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөз ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендерін тексеру мақсатында балалар бөлме әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Мұнда көп нүктенің орнына керекті сөздерді қоямыз. Керекті сөздерді қойған кезде олар 4 шумақты өлең шығады. Осы өлеңді өздеріңнің ұстаздарыңа кері байланыс жасап жібере қойыңдар. Ал енді балалар үйге тапсырма аламыз. Үйге мен алғаш мектепке келгенде атты тақырыппен эссе жазып келеміз. Және Ыбырай Алтынсарин туралы мәліметтер жинаймыз.